Әлфия, номер 7 АТ мектебіндегі даярлық сынып оқушысымын. Бүгінгі біздің ғылыми жобамыздың тақырыбы фетр матасының қасиеттер мен қолдану аясы. Мен Ағабек Амина, даярлық Б тобының тәрбиешісімін. Фетр 17 ғасырда пайда болған. Фетр ежелден келе жатқан табиғи тоқыма материал. Фетрдің әр пайдалы қасиеттері бар. Одан балаларға ойыншық жасайды. Ол балаларға өте зиянсыз. Ол аллергия туғызбайды, әрі қауіпсіз. Жылуды жақсы ұстайды. Сондықтан одан бас киім және аяқ киім жасайды. Фетр екі топқа бөлінеді: жұқа, қалың. Фетрді адамдар түрлі түске бояйды. Фетрдің әр түрлері бар. Табиғи фетр. Ол қой, түйе, қоян жүнінен жасалады. Бұрында ата-бабаларымыз фетрді киіз деп атаған. Одан киіз үйдің сыртын жасаған. Киіз үй сыртта суықты ішке кіргізбейді, іштегі жылуды сыртқа шығармайды. Ал енді фетрден жасалған ойыншықтарды көрсететін боламыз. Бұл бізде дамытатын ойыншық. Сандарымен алманы сәйкестендіреміз. Бір деген сан алмамызды бір деген санымызға саламыз. Үш деген санымызға үш деген алма. Бұл бізде кәдімгі тамаққа қосатын макароннан жүпті ішіне кіргізіп шығару керек. Бұл біздің саусақтарымызды дамытады. Бұл бізде сағат түсіп қалған сандарды жабыстырамыз. Бұл бізде фигуралардан жасалған балаларға ойыншықтар. Бұдан сандарды тауып сәйкестендіреміз. Мынаяқта ромбик, бұл жұлдыз, бұл шаршы, бұл бізде шеңбер, бұл бізде үшбұрыш. Біреуін санап көрсетейін. Мынаяқта үшбұрышта 1, 2, 3, 4, 5. 5 деген фет деген сан болып тұр. Мынаяқта 5 деген сан пайда болып тұр. түрлі заттар жасалынады. Балаларға түрлі заттар жасауға болады. Бұл бізде себет, бұған ойыншықтар сап қояды. Бұл бізде бұрында ата-бабаларымыз болған қымыз сақтап қойған. Бұл бізде торсық. Ендеше біз сыныпта жасаған видеомызды тамашалаңыздар. Бұл бізде көктем мезгілінде күн шығып, гүлдер шығады. Қыс мезгілінде қар жауады, бұлттар жабылады, күндерді жауады. Мезгілдерге байланысты. Мен осы жобамды қорытындылай келе табиғи фетрді суды жақсы сіңіретін білдім. Түрлі балаларға ойыншық жаса екенін білдім. Болашаққа көптеген ойыншықтар жасағым келеді. Дүкенде қымбат қуыршақтарды анамның ақшасын жұмсағанша фетрден өз қолымнан жасап аламын. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.